Сәлеметсіздер ме достар? Қош келдіңдер менің каналыма. Бүгін жұма күні. Бүгінгі мен балаларыма жасаған сыйлығым шоколадты пирог. Пирогқа бөлме температурасындағы 4 жұмыртқаны мискіге саламыз. Үстіне песокты құйып, миксермен араластырамыз. Миксермен араластырғанда бұл масса өте үлкен болып көтеріледі және ағарады. Араластырып болғаннан кейін басқа ингредиенттерді, сүтті, сұйық майды және сгущенканы массаға саламыз. Әр 5-ші күні жұманың құрметіне мен балаларыма әртүрлі сыйлықтар жасаймын. Соның бірі не бүгінгі пирог. Разрыхлительді ұнға араластырып, електен өткізіп, бұл ұнды аз-аздан массаға саламын. Салып, венчикпен араластырамын. Миксерді қолданбаймын. Венчикпен араластыра отырып, осындай масса шығарамын. Енді менде кольцо, диаметрі 20-лік, пергаментті төсеп, массаны осы формаға құямыз. Сол уақытта пешті қатты қыздырып қоямыз. Қатты қызып тұрған пешке массамызды пісіреміз. Температураны 150 градусқа дейін азайтамыз. Және 25-30 минутта осы торт пісіп шығады. Міне біздің пирогта дайын болды. Пирогтың бетіне шоколадты ерітіп құйдым. Менде Қазақстан шоколады. Және дәмді болу үшін үстіне ұсақталған грек жаңғағын септім. Қазақша контенттің дамуына үлес қосып, менің каналыма жазылып, қоңыраушанында басып қойыңыздар. Барлықтарыңа осы пирогты пісіріп, жанұяңызбен шай ішуіңізге кеңес беремін. Өте дәмді пирог болып шықты. Жақсы көтерілді пирог.